Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгін 14-ші сабақ. Оқулығымыздың 31-ші бетін аша қойыңдар. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Оқушылар, есімізге бір түсіріп алайық. Мәтіннің неше түрі бар? Жарайсыңдар, 3 түрі бар, әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтін әңгімелеу мәтін деп аталады. Зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайтын мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Оқиға құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін пайымдау мәтіні деп аталады. Есімізге түсті ме оқушылар? Олай болса, келесі жаттығу жұмыстарын орындайық. Айтылым, оқылым. 52-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқы дейді. Оқушылар, сендер де мәтінді мәнерлеп бір оқып шығыңдар, жарай ма? Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды, екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрсып мысықты босаттырды. Сосын бәріне іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы деп кейіді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамды атайды. Оқушылар, сендер де оқып шықтыңдар ма? Жарайсыңдар. Келесі сұрақтарға жауап бере қойыңдар. Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой. Сен қандай ат қойар едің? Балалар нені дұрыс істемеді? Жарайсыңдар. Ал сен болсаң солай жасар ма едің? Жақсы, балалар, олай болса, дәптерлерімізді ашамыз, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бүгін қыркүйектің 24-і. Сынып жұмысы деп жаза қойыңдар. Оқушылар, жазуға тапсырма. 53-ші жаттығуға қарай қойыңдар. Мақалдарды көркем жаз деген. Алдымен мақалдарды бір рет оқып шығамыз, Содан кейін дәптерімізге әдемілеп, ұқыпты, боямай жазамыз. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Келесі мақалды жазамыз. Жарайсыңдар. Оқушылар, жазып болсақ, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Келесі жазуға тапсырма 54-ші жаттығу. Оқушылар, 54-ші жаттығуға мұқият назар аударамыз. Сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құрап жаз деген. Оқушылар, әңгімелеу мәтінін құрап жазбас бұрын кітапқа назар аударамыз, Оқиғаның бірінші басталуын жазамыз. Одан әрі қарай дамытып жазамыз және оқиғаның аяқталуы болады. Осы мәтінді жазып болсаңдар, бұл әңгімелеу мәтініне жатады, Қазақ тілі сабағы бүгінше аяқталды. Осы тапсырмаларды орындап, маған кері байланыс жібере қойыңдар.